Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен өте дәмді фисташковый чизкейк жасайтын боламыз. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге ұн, қант ұнтағы, 2 жұмыртқаның сарысы және бөлме температурасындағы май қажет болады. Електен өткізілген ұнымызға барлық ингредиенттерімізді қосып, қамыр илейтін боламыз. Өте жұмсақ қамыр шығады. Қамырымызды пергамент қағазына салып, оның үстіне тағы да пергамент қағазын қойып, дәл мен көрсеткендей жайып шығамыз. Жайылған қамырымызды 180 градус қызып тұрған пеште 10-15 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен қамырымызды толықтай суытамыз. Нәтижесінде үгілмелі осындай қамыр пайда болуы керек. Енді қамырымызды блендердің немесе оқтаудың көмегімен ұсатып аламыз. Осындай ұсақ болуы керек. Енді бөлме температурасындағы 50 грамм сары майымызды қосып, біріккен қамыр жасаймыз. Пергамент қағазы төселген формамызға қамырымызды салып, жақсылап жайып шығамыз. Менде форманың диаметрі 22, негізі чизкейгіңіз биік әдемі болу үшін 18 немесе 20 диаметрлік формада жасасаңыз болады. Осылай бортиктер жасап шығамыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Бізге творожный сыр, қант ұнтағы, клейкий, фисташка пастасы, кукуруза крахмалы және жұмыртқа қажет болады. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы керек. Творожный сырымызға қант ұнтағын, крахмал және жұмыртқамызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Одан кейін клейкийімізді, фисташка пастасын қосып, тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Массамызды тағы тегістеп бір араластырып аламыз. Дайын массамызды осылайынан арасында қалып қойған ауаларын шығарамыз. Дайын салмамызды формаға салып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Духовкамызды 100 градусқа қыздырып қоямыз. Чизкейгімізді салмас бұрын осылай ыдысқа су құйып, духовканың астына қою керек. Содан кейін барып чизкейгімізді салып, 2 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Чизкейк піскенше оның бетіне құятын пюремізді дайындаймыз. Таңқурай немесе құлпынай қолдансаңыз болады. Менде қатырылған құлпынай алдын ала жібітіп алдым. Енді құлпынайымызды блендердің чашкасына салып, қантымызды салып, барлығын жақсылап блендерлаймыз. Пюреміз осымен дайын. Чизкейгіміз пісті. Енді сәл суыған соң үстіне пюремізді құйып, формасынан шығармаймыз. Осылай формада тұрған күйі тоңазытқышта бір түнге сақтаймыз. Әбден суыған чизкейгімізді формасынан шығарамыз. Чизкейгіміз өте балғын, нәзік дәмді болып шықты. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, лайк басып және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.